Үш бейт. Мұрат Алмасбек. Бірінші бөлім. Анда-санда ат тұмсығының арқан бой алдынан пыр-пыр бөдене ұшат. Басқа дүние тып-тыныш. Орталанып қалған момақанай сеңгірдің тақымындағы шашақты найзаның көкая жүзінде діріл қағат. Сау желген құраттардың құйрық ұшы жентек-жентек топырақ, жосылған із. Көдел жердің көбесін сөге дүбірлеткеннің бірі Байшағыр, мойнында сала құлаш садақ, арқасында жылан тілді жебе толы қорамсақ, сеңгірден бір елі қалмай қатар келеді. Ел шетіне жау тиген хабарды қиыс отырған бұлар кеш естіді. Асығыс шапқан жаушылар ұтығы-ұтығымен қонған ордалы ауылдарға ғана сүрен салып үлгерген. Жедел жиналған шағын жасақ дұшпан қолын дендетпеу үшін суыт шеру тартты. Арттан келер ауыр қосынды күтуге жасанған жау мұрсат берер емес. Сеңгірмен Байшағыр жеткенде шоғыр мол шүршіт жасағы шығыс жақты сұрала шаңмен бүркеп төніп қалған екен. Даңғырлаған дауылпаз үнімен ышқынған керней даусынан көкпектінің сай-саласы селкілдеп ақ тұр. Арбақ-сарбақ жазуы бар жалауларын желпілдеткен жау қолы бар айбатын сыртына салған. Қарсысындағы топаны аз қазақ қосының көргенде тіпті дүрдиіп кеткендей. Шептің алдындағы өңкей баран атты көк сауытты топтың да сұсы тым бөлек. Олардың артында кісі бойы қалқандарын найзаларының сабымен соққылаған қара нөпір, жаяу шеріктің озаны да ойға үрей, бойға қорқыныш ұялатады. Бұрын мұндай басынан бақайшағына дейін қаруланған жау көрмеген жас Байшағыр тіксініп қалды. Оның үстіне бұлар үйреніскен жоңғар емес, шығысқа қанат жая бастаған қазақ руларын қанға батырып, орысқа қарай айдап салуға шыққан Қытай жасағы. Садағын сығымдай қысқан жас сарбаз өздерінің аз ғана қосынын Мәнжудің әбжіландай алып қолы оба салатындай сезінді. Қапелімде жон арқасынан суық тер шып еткен ол қобалжуын жасыра алмай сеңгірге жалт бұрылған. Бірақ жанталасқан небір шаңды жорықта тайталасқан талай дұшпанына қанды көбік жұтқызған жырынды жауынгер сыр білдірер емес. Найзасының шашағын жел ойнатып жайбарақат тұр. Кенет ол Жәнібек батыр, Жәнекем деді алғы жақты меңзеп. Байшағыр ер үстінен көтеріле ілгері көз тікті. Қазақ қолы жатаған белді жиекте шеп құрған болатын. Сеңгірлер жасақтың ортаңғы жағынан келіп қосылған. Олар тұрған тұстағы ақ шағылды домалақ төбешікке қарай қосынның алдынан суырыла шығып, тайлақ түйедей торғас қат мінген батыр аяңдап барады екен. Шойыннан құйғандай сом денесіне шынжырлы ақ сауыт қона кеткен. Бір қолында желкілдеген ақ ту. Ол биікке шықты да шапшаң артқа бұрылды. Байшағырдың Жәнібек батырды тұңғыш көруі. Жығасы үстіңгерінге жете қабыл туылғаның астынан аялы қосшанар шоқтай жайнаған қолбасының жүзінен қаңтардың аязындай қату жөңкіледі. Көкбөрінің жалындай қайратты мұрттары тал-тал болып шаншылып, жау біткенге жасын болып қадаларда елестеді. Батыр алдындағы аламандарына барлай қарады. Сосын қынабы атжан басын соққан алдаспанын суырып тік көтерді. Біз жауыз деген ел емеспіз. Ол қыран-құстай саңқ еткенде қиқулап тұрған Қытай қолының үні құмығып қалды. Ер Жәнібек алдаспанмен шығысты нұсқап, атамыздың ежелден ошақ қазып, анамыздың бағзыдан от жаққан мекені. Осы арада бабамыздың сүйегі, данамыздың киесі бар. Біз сүйегімізді қорлатып, киемізді таптатпаймыз. Отымызды өшіріп, күлімізді шашпақ болған, айдарлымызды құл, тұлымдымызды күң еткісі келген жоңғарға да тіземізді бүгіп, басымызды иген емеспіз. Сайланып келген шүршіт, жайланып жатқан қазақ жоқ екенін білсін. Ел басына күн туды, еңсеңді көтер ерлерім. Тәңір қолдап, әруақ жар болсын, аянбай айқасыңдар. Жат жерге келген жаудың іш күрейі бар. Даңғаза айқай сүрен салып жатқаны да сол, қорқынышын жасырып, сыртқы жүнін қампайтқан құқайы ғана. Табанымыз өз жерімізді басып тұрғанда, бір сүйем артқа шегінбей атой саламыз. Қытайдың шерігі көп болғанымен жігері жасық, қайраты кем, бөрдей тиіп шілдей тоздырамыз шүршітті. Әруақ, әруақ, абақ, абылай, абылай деп көкті күркірете ұран салды ер Жәнібек. Батырдың қан тастар сөзіне қабыландай ширығып, қаршығадай түйіліп тұрған қазақ қолы қосыла ұрандады. Осы сәтте айғайға бүйірі қызған торғасқа ауыздығымен алса тік шапшыды. Батырдың қолындағы толқынданған ақ ту дүр сілкініп, алаулаған ақ шоғыр ұшы тауларды қақыратып, жауларды қалтыратқан ұранмен бірге көк аспанды кернеп кеткендей болды.
Жаңа ғана әбжыландай көрінген Қытай қолы енді алаулаған ақ тудың ар жағында шөкімдей тобырға айналды. Найзасын білеп, шоқпарын үйірген, қылышын сермеп садағын кезенген қазақ батырлары, үйірлі көкжал, дауылпаз кернейін ызыңдатқан шүршіт жасағы, солардан қорқып есі шыға маңырап тұрған бір қорақ қойдай сезілді оған. Бірақ бәрі Байшағырдың ойлағандай бола қойған жоқ. Сәлден кейін шүршіттердің алдыңғы тобынан қызыл шашақты дулға киген сардар атын жұлқындыра ортаға шықты. Шықты да ұзын сапты жалпақ қанжарын жалақтатып, гүж-гүж ете қалды. Жекпе-жекке шақырғаны. Жау жүрек Мәнжу батырларда осал емес. Ат үсті сайыста құйындай ұйтқып, сағымдай құбылатын өнерлері бар. Бұны жақсы білетін Жәнібек батыр жау сардарына қатар ұмтылған 5-6 жас ноянын дереу тоқтатты. Алғашқы жекпе-жектегі жеңіс дұшпанның мысын басып, қосынның әруағын көтермек. Жорықта шыңдалып айқаста ысылмаған албырт баһадүрлердің біреуі барып, кәнігі жаудың қолынан жазым болса, жасақтың сағын сындырып алар анық. Шу дегенде тау шағылып, тауаны қайтқан қолдың ары қарай жауға алапат айбатпен ақыра түсуі қиын. Қорқақтай шауып, қорғана соғысатта бүкіл қолдың берекесі қашады. Оның ақыры жеңіліс. Қасындағы сақа сардарларымен қысқақыл құрған Жәнібек, жекпе-жекке жас болса да жауына дес беріп көрмеген қапсағай денелі Қуандық батырды шығарды. Екі ноян бір-біріне оқтай атылды. Шүршіт шауып келе жатқан бойы садағын толғай тартқан. Ауан жара суылдай ұшқан жебені қалқанмен қағып үлгерген Қуандық, жұлдыздай ағып жеткен күйі Қытай сардарын қорғануға үлгертпей, тура өндіршектен көк сүңгімен түйреп өтті. Кеңірдегі жыртылардай айқайлап, қалқандарын сабалаған Қытай қолының үнөше қалды. Керісінше қазақ жасағы дүр көтерілді. Қуандық жаудың екінші батырында көп айналдырған жоқ. Оның үйре қадаған найзасынан ат бауырына түсе бұлт етіп дарытпай өте берді де, өз найзасын Қытай сардарының бүйірінен қадап, атынан тымақтай ұшырды. Қазақ сарбаздарының даланы жаңғыртқан ұраны жау қолын жерге жастап жібергендей еді. Демде екі батыр өлім құшқан дұшпанның сүлкіні түсіп ақ кетті. Осы кезде шүршіттер жақтан есікпен төрдей қаратқа өңкие мінген біреу шықты. Сыртқы пішіні дәл бір ат үстіне үйе салған балшық тәрізді екен. Қара қожыр бетіндегі жыланның тісіндей түктері тікірейіп, қара қошқыл қан толған көздері қараңғы көрдей үңірейеді. Ортаға жете тоқтаған ол, өзіне қарай ұмтыла берген Қуандыққа қолын көтеріп, тоқта дегенде ишарат білдірді. Бүктетілген екі тізесі қараттың мойнын соққан құжбанның құдасының ауылына келгендей биязы қылығы Байшағырға қызық көрінді. Мынау шүршіттің бас батыры болса керек, өзі қорқып бітімге шақырып тұрғаннан сау ма? Деді сеңгірге аңтарыла қарап. Ол үндеген жоқ, миығынан жымия мырс етті де үзеңгісіне шірене отырды. Алайда бұл жолғыстың ауаны да Байшағыр күткендей болмады. Қаратты шүршіт тура Жәнібек батырды нұсқап, ақыры айғайлады. Өзін алым сынбай, батырға айбарланып тұрған дәудің астам кеудесін енді аңғарған Қуандық, оған қайта ұмтылған еді, арт жақтан дауылпаз ұрылып, оны кері шақырды. Батыр, жекпе-жекке мен жіберіңіз деді. Өңі түтігіп, қанжығасындағы екі бас салаң-салаң ете, қайта шауып жеткен Қуандық. Оның ат түйедей қалап, тікен ұсқап шақырғаны мен екенмін. Өзім бармасам қорқып шықпай қойды деп ойлар. Жәнібек батыр торғасқаның тізгінін қағып қалды да, үкілі қара тамақ найзасын тік ұстап, қаратты дәуге қасқая тартты. Өзіне бет алған қазақ батырын көргенде шүршіт нояны құтырынып сала берді. Жалпақтығы тулақтай қосай балтасын бір-біріне жанып жібергенде, отаудай от ұшқындап, шақырлаған дыбыстан тау шайқалып кеткендей болды. Арындап келіп алғашқы екпінмен найза салмақ болған Жәнібек, жартастай денесі ат белін жаншып, қауғадай қаба сақалы кеудесін жапқан қарсыласының алып күшпен алымдайланы тең қолданатын қатерлі дұшпан екенін аңдады. Айбалталарын оңды-солды ұршықша үйіріп серпе қаққанда, сілтеген найзасының сабын сындырып, қолын сырқыратып жіберді. Қара атты айқасқа әбден төселген сыралғы жылқы ұқсайды. Тізгіннің бос жатқанына қарамай, иесінің ауанына төңкеріліп ыңғайына қарай шыргөбелек айналады. Жазықты шаңға бөктіріп, жерді солқылдата сайысқан батырлардың шайқасы шай қайнатымға созылды. Қытай шерігінің ереуілдей шаптыққан айғайымен қазақ қолының өр ұрандары аңдағайлап ереуілдеп, айқас майданының төбесінде шақ-шұқ сүзісіп тұрды.
Бір мезетте жау сардарының оң қолымен екпіндете ұрған айбалтасы Жәнібек батырдың 4 қабат сірі қалқанын жарып өтіп қадалып қалды. Алмас жүзді алдаспанымен екінші балтаны тосып үлгерген батыр қалқанды көтере тартқанда балтаны жауының қолынан жұлып алды. Осы сәт құлағына көкжалдың ұлыған үні жетіп, көкбөріс ойнап шыға келген ер Жәнібек кеудесі шаңырақтай торғасқаны тебініп қалды да, балталы қалқанымен қаба сақалдың басынан құлаштай соқты. Гүрс еткен соққымен бірге бұрқ еткен шаңның астында алпамсадай шүршіт ат-матымен омақаса құлады. Басынан дуылғасы сыпырылып, ораулайдары додыраған дұшпан тұруға ұмсынып еді, шамасы жетпеді. Мәлжіреген күйі отырып қалды. Қайта айналған Жәнібек көп кідірген жоқ. Алдаспаны күнге шағылса жарқ еткенде, сыпсиған сақалы қанға боялған шүршіттің басы дүңк етіп жерге домалады. Сол-ақ екен, қазақ сарбаздары таудан төңкерілген селдей жау шебіне дүрк берді. Сол сәтте Қытай қолының көптігін шамалаған Жәнібек батыр оларға қарсы басқаша соғыс тәсілін қолдануды ұсынды. Саны көп жаумен алса соғысып бетпе-бет айқасу зор шығын әкеледі. Сардарлармен шұғыл кеңескен ер Жәнібек шүршіт жасағының бір шетінен тиіп, алдымен атты жауды ойсыратуды жөн көрген. Бетке ұстар батырлар жер құшып, құты қашқан шүршіт қолы тұталақай болды. Ақтуы дүрілдеген қазақ қосыны Жәнібек батыр бастап, жаудың бір шетіне жапырып өте шықты. Оларға тап берген Қытайдың атты жасағы жаяу шеріктерінен алыстап қырғидай тиген қазақ батырлары оларды қасқыр тамақтаған қойдай қырды. Бесін ауа шүршіт қолы қотарыла шегінді. Қарақорым жаумен аяусыз қидаласқан қазақ жасағы да қалжырап, қатарынан талай сарбаз қаза тапқан. Жаудың беті қайтқан соң батырлармен бас қосқан Жәнібек шегінген дұшпанды қумауға әмір етті. Шейіт болған боздақтарының бетін жасырып, осында тынығуға бұйрық алған қосын жау соңынан шолғын шаттандырды. Бірінші бөлімнің соңы, жалғасы бар.